Сәлем, Шаян жұлдыз белгісінде туған жандар үшін тамыз айына қазір болжам жасайтын боламыз. Жалпы тамыз айының қуаты қандай болады екен? Финансы, қаржы мәселесі, қарым-қатынас, махаббат, қандай кедергілер болуы мүмкін, бәлкім сол кедергілердің алдын алу үшін қандай әрекеттер жасау керек? Содан кейін өсу үшін, даму үшін, бір жақсы әрекет болу үшін қандай қадамдар жасау керек? Және де сіздер барлықтарыңыз ұнататын ең соңында бұл кеңес. Қандай кеңес береді сіздерге карта? Кеттік. Шаяндар. Тамыз айы қандай болады екен? Жалпы тамыз айының қуаты қандай болады екен? Құлаған картаны. Шаяндар. Сәттілік, сәттілік. Сәттілік сізбен бірге болады бұйырса тамыз айында. Бұл дегенің жұмыста, бір бастамалар, бәр жерде сәттілік. Бірақ сол сәттілікті дұрыс қолдана білу керек. Ретімен жұмыс жасап отырсаңыз, ары қарай жұмысыңыз дамиды. Бір проект, жобаны іске асырып жатсаңыз, сәтті болады. Бір жерден жауап күтіп отырсаңыз, сәтті. В общем, керемет, қолайлы, жақсы қуатта боласыздар. Ары қарай кеттік. Қаржы мәселесі. Финансы, содан кейін жұмыс. Шаяндар, жұмыс жағынан, финансы жағынан бір күту кезеңі. Мысал үшін, сіз пәтер сатып алмақшысыз, не болмаса көлік машина сатып алмақшысыз, кішкене әлі уақыты келген жоқ, күте тұр дейді. Не болмаса бір жобаны іске асырып жатсыз, бірақ әлі ойдағыдай пайда түскен жоқ, кішкене күте тұр дейді. Жұмыс жасап отырсыз, өзіңіз ойлаған жоспарыңыз, бір карьера бойынша өсуіңіз әлі іске асырылған жоқ, карта күте тұр дейді. Мұғалімсіз, не болмаса дәрігерсіз, категорияны көтерейін дедіңіз, кішкене сәтсіздіктер болып тұр, кішкене күте тұр, сәт әлі келген жоқ дейді. Бір күту. Не болмаса, бір финансылық тұрғыдан бір жалпылай нақты бір стабильность дейді ғой, сол стабильность. Ешқандай резко көтерілу, бірақ сонымен қоса түсу да жоқ. Міне, біркелкілік. Стабильность демек, иә? Ары қарай кеттік. Махаббат, қарым-қатынас жағынан қалай болады екен тамыз айында? Махаббат, қарым-қатынас. Махаббат, қарым-қатынас жағынан сіздер бір шынайылық, бір көп дүниеге көзіңіз ашылу. Демек, мысал үшін, сіздердің қарым-қатынастарыңызда бір кезең болған шығар, бір түсініспешілік кезеңі. Ал тамыз айында осы анық қанығы көрінеді, білінеді. Демек, мен енді дұрыс емес қараппын ғой, бұл былай екен ғой, шынымен де мені жақсы көретін сияқты. Мен осыншама уақыт осы қызбен кездесіп жүрмін, демек мен шынымен оны жақсы көремін. 2-3 жыл болды кездесіп жүргенге, демек мен осы жігітті шынымен жақсы көремін. Не болмаса, сіз отбасысыздар, бір соңғы уақытта бір түсініспешілік бар, не болмаса түсініспешілік емес, жай бір қалыпты жағдайда болдыңыз, ал тамыз айында міне сізге осындай ойлар туындайды. Мен байқамай жүріппін ғой, мен оны жақсы көрем екен ғой. Екеуміз бірге ұмтылайық, екеуміз бірге ол да мені жақсы көретін сияқты ғой деген ойда боласыздар. Ары қарай кеттік. Қандай кедергілер болуы мүмкін? Қандай негативті ситуациялар болуы мүмкін? Және де сондай ситуациялардың бәлкім алдын алуға бір сіздерге подсказка ретінде, қазір карта түседі. Сол себепті мұқият тыңдайық, Сіздің кедергіңіз, сіздің алдыға өсу, қадам жасауға бөгет болып тұрған, бұл сіздің іштей көп ойлануыңыз. Іштей бір бәсекелестігіңіз, сомнение көп ұстайсыз. Анық ақпаратты бәлкім мойындағыңыз келмейді. Мысалға, ақша жағынан өсу үшін сізге бір нақты қадамдар жасау керек, бірақ сіз сомнение көп ұстайсыз. Карьерада өсу болу үшін сізге бір қадамдар жасау керек, бәлкім сөйлесу керек, бәлкім өзіңізді көрсету керек, бірақ сіз іштей сомнениені өте көп ұстайсыз.
отбасы болу үшін, иә, предложение жасау үшін, бақытты болу үшін сіз сомневаться етесіз. Сол қадамды жасағанға көп ойланасыз. Сол сізді артқа тартады. Тормоз болып тұрғаны осы сіздің іштей көп ойлануыңыз, негативті көп ойлануыңыз. Ары қарай кеттік. Өсу нүктесі. Өсу. Өсу үшін, даму үшін қандай қадамдар жасау керек? Өсу үшін шынайылық керек. Бұл деген таразының екі жағына керек жоқ деген дүниені салып, керек жоқ дегеннің бәрін алып тастап, керектігін қалтырып, сонда ғана сізде өсу болады. Бір нақтылық керек, шынайылық керек. Өзіңізге шын мәнінде отчет беріңіз. Маған өсу үшін осы керек па, керек жоқ па? Бәлкім бұл маған мүлдем керек жоқ дүние шығар деген сияқты. Өзіңізге шынайы болыңыз, сонда өсесіз. По заслугам дейді ғой. Мен қаншалықты еңбек етіп отырмын осы өзімнің мақсатыма жету үшін. Бәлкім мен әлі соншалықты еңбек еткен жоқпын, уақыт әлі келген жоқ, бәлкім кішкене тағы да көбірек күш жұмсау керек. Сонда ғана нәтиже болады. Өсу сонда болып тұр, шаяндар. Ары қарай кеттік. Кеңес. Қандай кеңес береді сіздерге карта? Кеңес, достар. Шаяндар, кеңес. Өз-өзіңнің бағыңды байлама. Өз бағыңды өзің байлап тұрған сияқтысың. Келіп тұрған мүмкіншіліктерді толыққанды пайдаланбайтын сияқтысың. Өткен кеткенді көп ойлап, уайымдайтын сияқтысың. Сол себепті бағың байланбас үшін, алдыға ұмтылу үшін өткен шақта болған дүниенің бәрін қалтыр. Сонда ғана сен алдыға ұмтыласың. Кеңес сондай. Сонымен, шаяндар, тамыз айына сіздерге болжам. Лайк басыңыздар, подписаться басыңыздар, поделиться басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар, шаяндар.